Болмағанды болдырған, кеудемізді иман нұрымен толтырған Алланың 99 атымен бастаймын. Шағбан айы берекеті мол айлардың бірі. Ол қасиетті 3 айлардың бірі, құлшылықтарымыздың сауабы еселеп жазылатын берекелі ай. Қамари ай санауы бойынша 8-ші айға жатады. Көптеген жақсылықтардың бастауы деген мағынаға ие. Шағбан сөзімен аталған қасиетті ай Ережеп айының бітуінен хабар беріп, Рамазанның жақындағанын сүйіншілейді. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Сүйікті пайғамбарымыз Ережептен кейінгі кезекте Шағбан айына өте көңіл бөлген. Алла тағалам Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр. Бізді Рамазанға аман есен жеткіз деген дұғасын жиі айтатын. Шағбан айы ислам тарихында маңызды оқиғалардың орын алуымен де ерекшеленеді. Атап айтқанда, хижреттің 2-ші жылы, Шағбан айының орталарында түскен аяттарда мұсылмандар құбыласы өзгерген. Бұрынғы Ақса мешітіне емес, ендігі жерде Меккедегі қасиетті Қағбаға бет қарататын болған. Ал тағы бір аяттарда Рамазан айындағы ораза парыз етілген делінген. Қасиетті Шағбан айына белгілі бір дайындық жасаудың мәні зор. Өйткені Әбу Әмәмә әл-Бахилиден жеткен хадисте Алла елшісі: Шағбан айы кіргенде өзіңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді тұсаңыздар деген. Бұл айдағы сауабы көп құлшылықтың бірі ауыз бекітіп нәпіл ораза ұстау. Пайғамбарымыз Шағбан айының көбін оразамен өткізетін болған. Пайғамбарымыз басқа айларға қарағанда Шағбан айында көп ораза ұстап былай дейтін: сауапты амалдардан шамаларын жететінін жасаңдар. Өйткені сендер жалықпасаңдар болғаны, Алла сендерге ешқашан жалыққандай сыңай танытпайды. Алла тағала қабыл алатын ең жақсы амал аз болса да үзбей істелген іс. Сондай-ақ бұл айдың ерекшелігінің бірі пайғамбарымызға көп салауат айту. Себебі хадисте Ережеп Алланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деп Ережеп айында кәлиманы, Шағбанда салауатты, Рамазанда Құранды көп оқу керектігі жөнінде ескерткен еді. Бұл ай тазалық айы. Көңілдің, жүректің тазалығын қажет ететін ай. Рамазан айы келместен 5 парыздың бірі оразаға дайындық жасап, адамға деген өкпе, реніштен көңілді тазартатын ай болып саналады. Шағбан айында сауаптар еселеніп қана қоймай, күнәлардың кешірілуі мен дұға тілектердің қабыл болу мүмкіндігі молая түседі. Себебі Шағбан айындағы елеулі де ерекше сәттердің бірі Бәрәт түні. Яғни қасиетті Шағбан айының 15-ші күні Бәрәт түні. Бұл түн періштелер жер бетіне түсетін, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Сондықтан бұл түнде пайғамбарымызға көп салауат, Алладан біліп білмей істеген күнәларымыздың кешірілуін тілеп дұға, ғибадат, құлшылықпен өткізген абзал. Шағбан айын Рамазанға дайындық айы деуге болады. Бұл айда мұсылмандар Рамазанды бос өткізіп алмаудың қамын жасағаны жөн. Алла тағала баршамызға Шағбан айының берекесіне кенеліп, құлшылықтарымыз арқылы тақуалыққа, иман ләззатын сезінуге бір табан жақындай түсуді нәсіп етсін.